Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода сіздерге қалампырдың адам ағзасына қандай пайдасы бар екенін айтатын боламын. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қалампыр кез келген үйдің ас бөлмесінен табылатын дәмдеуіш. Оның жұпар иісі мен күйдіргіш дәмінен бөлек емдік қасиеті де орасан. Бұл дәмдеуішті ежелден емдік мақсатта бірнеше дертке шипа ретінде қолданып келеді. Қалампыр бета-каротин, аскорбин қышқылы, токоферол, филоханин және де Б тобындағы дәрумендерге бай. Сонымен қатар калий, кальций, марганец, мыс, күкірт, мырыш, натрий, магний, фосфор, темір элементтерінің қайнар көзі болып табылады. Одан бөлек омега-3 және омега-6 майлы қышқылында кездестіруге болады. Осындай пайдалы әрі бағалы заттардың арқасында қалампыр халық емінде кеңінен қолданыста болатын дәрі. Халықтық емінде тұнба, қайнатпа ретінде қолданылады. Тұнба үшін 1 десят қасық қалампырды 1 литр қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Шамамен жарты сағат өткен соң тұнбаны сүзіп алып ем ретінде қолдануға болады. Қайнатпа үшін 1 шай қасық қалампырды 1 литр суға салып отқа қоясыз. Қайнауға жеткенде отын бәсеңдетіп 5 минуттай қайнатасыңыз. Белгіленген уақыттан соң қайнатпаны сүзіп алып, шыны ыдысқа құю керек. Қандай дертке дауа бола алады? Ауыз қуысы ауруларын емдеуге қабілетті. Нақтырақ айтқанда, ауыз уылғанда, кариес түскенде, ауыздан жағымсыз иіс шыға бастағанда қалампырдың көмегіне жүгініңіз. Ем үшін 1 тал қалампырды аузыңызға салып 15 минуттай шайнайсыз. Емді 1-2 рет қайталаған соң оң нәтиже береді. Тамаққа тәбетіңіз тартпаған кезде де 1-2 дана қалампырды шайнасаңыз, араныңыз ашылып, тәбетіңіз артады. Енді тамақтанудан жарты сағат бұрын жүргізіңіз. Қан қысымыңызды түсіп кету аузыңызға дереу қалампырды салыңыз. 1-2 дана қалампырмен 10 минуттың ішінде қан қысымын қалпына келтіресіз. Тамағыңыз ауырып бастағанда, ангина кезінде де, бадамша без қабынғанда қалампыр тұнбасының көмегіне жүгініңіз. Күніне 2 рет тамағыңызды шайсаңыз, ауруыңыздан тез-ақ жазыласыз. Қалампыр майы денедегі жарақат пен іріңді бөртпенің ізін қалдырмай жазалады. Ал майды дайындау үшін 100 мл зәйтүн майы мен 10 грамм дәмдеуішті араластырасыз. Оны орташа отқа қойдып, қайнауға дейін жеткізіңіз. Дайын болған майды сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз. Емдік майды мейлінше тоңазытқышта сақтағаныңыз дұрыс. Буын ауруларын да қалампыр майымен емдеуге болады. Алдымен майды қыздырып аласыз, сосын ауруға орынға майды сіңдіріп жағыңыз. Сыртынан жылы орап 5-10 минуттай тынығып жату керек. Ал сыздауық шығып жаныңызға батса, онда теріңіздегі қалампыр тұнбасымен сүртіңіз. Бұл дәріханадағы қымбат дәрілеріңізден де әлдеқайда пайдалы әрі тез нәтиже береді. Қан диабетімен ауыратындарға қалампыр тұнбасын ішуге кеңес береміз. Бұл да өз кезегінде дертіңізге дауа болып, саулығыңызды сақтай алады. Қалампырдың құрттан да құтқаратын қасиеті бар. Ол үшін күн сайын шым-шым қалампырды ішке қабылдайсыз. Ескеріңіз, қалампырдың мөлшерін күн сайын көбейтіп отыру қажет. Алғашқы күні шым-шым, екінші күні шай қасықтың ұшымен қабылдайсыз, емді жалғастырасыз. 1 айға дейін 1 ас қасыққа жеткізу керек. Осы видео сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.